Армысыз көрермен, менімен бірге бір ғана жұмыртқа мен какаодан дайындалатын осы бір жасалу жолы өте оңай қарапайым печеньені сізде дайындап көріңіз. Балаларға ұнайды. Видеоны соңына дейін көріп, пікіріңізді қалдырып және маған тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Алдымен ыдысымызға бір ғана жұмыртқамызды салып, үстінен 100 грамм қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Венчиктің көмегімен әрине қант еріп болмайды, бірақ та бір келкі болғанға дейін осы венчикпен соғып, қаттетіп араластырып алатын боламыз. Енді осының үстінен сұйық майымызды құямыз. Менің каналымда шоколадный емес, бірақ қарапайым печеньенің де 5 минутта дайын болатын печеньенің де құрамы бар. Оны да қарап дайындасаңыз болады. Менің рецептерім өте жеңіл, әрі қарапайым, дайындап көріңіз. Енді үстінен какао ұнтағын салып, кішкене араластырып аламыз. Және әрі қарай ұнымызды және оның үстінен қопыстықшымызды, яғни разрыхителімізді салып, кішкене ғана араластырып, бөлме температурасында тұрған жылы суымызды құямыз. Мен де осы печеньені жасаған кезде су құюға кішкене ойландым, бірақ мен үшін бұл өте сәтті эксперимент болды. Өте керемет үгілмелі жұмсақ печенье дайын болып шықты. Сондықтан ешқандай күмәнсіз осы рецептпен дайындасаңыз өте сәтті шығатын болады. Енді су қосқаннан кейін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мен 300-350 грамм ұн деп жазып кеттім. Яғни дайындау барысында барлығын қосып жібермей, сәл-сәлден қосып, ұнды қатты қою да емес, қатты сұйық емес, бірақ тестісі өте қолға жабыспалы болып шығатын болады. Ең соңында әрі қарай венчикті алып тастап, қолымызбен қамырды илейтін боламыз. Формаңызбен қолыңызды сұйық маймен майлап алып, кішкентай ғана шариктерді жасап, оның үстіне қолыңызбен сәл ғана басып, өзіңізге қажетті формада жасап шықсаңыз болады. Мен осылай жасадым және үстінен сахарный пудраны шашып, 180 градуста 10-15 минут бойы пісіріп алдым. Өте жұмсақ, үгілмелі, керемет печенье болып шығады. Түсінің өзі, түрінің өзі өте керемет. Дәмі де керемет болып шығатын болады. Біз менімен бірге жасап көріңіз. Пікіріңізді және лүпіліңізді аямай қалдыра кетіңіз және каналға тіркелуді ұмытпаңыз.